қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Сіздердің жүздеріңізге қарасам бір күлкі бар. Бәрі жақсы сияқты. Шүр, бәрі жақсы, жақсарып қалды. Енді біздің ара қатынастар енді бұл қалыпты жағдайға айналып кетті ғой енді негізі. Бірақ енді сол кезде анау ауылдан естіп келген әңгімелер бар. Келе салысымен айқай басталып кеткеннен кейін бір ана үсті-үстіне болып кетті, авко болып кеткеннен кейін кішкене екеуміз де өз-өзімізден шығып кеттік. Шыны керек. Содан кейін түсіністіруліктер болды. Одан кейін үйге бардық, түнімен телефонмен сөйлестік. Ертесі үй жағына бардым, телефонмен шешілмейтін болғаннан кейін үй жағына барып сөйлестік. Былай шешкен сияқтымыз, енді өзі айтып берсін ары қарай. Ақерке? Қайырлы күн, Балақай ханым. Енді шынымен де мен көбінесе өз жеке жағдайым болып жатқан, енді бір өз проблемаларым десем, оларды отношенияға қоспауға тырысамын. Бірақ шынымен де сол кезде еще жұма күні болмады ғой, көп нәрсе ішімде андай жиналып қалды да. Шынымен де өзім сондай қиын жағдайлар болып жатқанда бір ашуым атылған күн деп айтсам да болады, кәдімгідей бір андай кішкентай себеп болады ғой, бір үлкен ашудың шығып кетуіне сондай күн болды десем де болады. Сәл ұялып тұрған бар. Себебі енді сол эмоцияңызға ма? Иә, кәдімгідей мінезім шығып кетті. А так, в принципе, одан кейін шынымен де үйге келгеннен кейін біз тағы да ұрылыстық. Тағы да енді менде шынымен де бір мүмкін ол Нұржанға бір манипуляция ретінде көрініп қалатын шығар, мен болды Астанаға кетем деген сияқты. Бірақ мен үшін бұл кәдімгі енді бір Алматыда енді бұл адам маған көп адамның махаббатын беріп жатыр ғой, бір адам ретінде. Мысалға, ата-анамды да сағынсам да, менде мына жақта Нұржан ғана бар, құрбыларым бар деген сияқты. Одан үлкен бір нәрсе күтетін шығармын. Сондықтан да егер де екеуміз ұрысып қалсақ, мен болды енді ойымда онда не істеймін, тек қана Астанаға барам деген сияқты айтамын да. Ол Нұржан шықта болған әңгіме, Астанаға кетем дедіңіз ба? Болды, Астанаға кетем, онда мен не істеп жүрмін осы жақта, онда лучше жақындарымның қасына барайын деген сияқты айттым. Одан кейін ол телефонмен енді шешілмегеннен кейін ертесі күні үйге келді. Сол жерде бір андай адамды көрсең сәл ұмытып қалатын бар ғой. Сондай бір сәл әңгімеміз сәл болсын жарасты. Сіздер түсіндіңіздер ме, мәселе неде болды және түйіні қандай екен? Негізі мен түсіндім, мәселен сіздерге рахмет біріншіден редакцияға. Сол күні мені жобадан босатқанына, одан кейін ары қарай тәуелсіздік болып мейрам болып, ол күнде демалыс болып жақсы болып қалды, ары қарай өз-өзімізге келіп алуға, өз-өзімізге сөйлесіп алуға. Мен сол кезде айттым ғой, бұл кісіні жаттап алғам. Бұл қазір үлкен эмоцияның үстінде тұр, одан кейін айтылып жатқан әңгімелер деп ше. Айтсам сол да мен де эмоцияның үстінде тұрып, сол жерде таныс тоқтасын деп кетіп қалатындай да жағдай болды ғой негізі. Ауыр әңгімелер айтылды. Әрі ұрыстың ішінде ауыр әңгімелер айтылып қалды, сол үшін ғой көп артық айтпашы деп отыратын болған. Түсіндік мәселені. Енді мен енді махаббат пен шындықты ойбай деп жүріп махаббатты ұмытып кеттім да. Сол жерде енді кез келген қыз болсын, енді түсінемін, барлық таныстары, туыстары барлығы Астанада, енді маған ғана арқа сүйейді ғой бұл жерде. Содан кейін енді саған арқа сүйеп тұрғаннан кейін сенің тарапыңнан бір ауыз, я сенікі дұрыс емес, бірақ сонда да жігіттермен сөйлесіп көремін деген әңгіме ғана керек еді маған дейді да. Мен түсініп тұрмын дейді, өзімнің дұрыс емес екенін. Бірақ енді соның үстіне келіп сен тағы қосып жібердің дейді да. Жараның үстіне тұз сөктің дейді, былайша айтқанда сондай болды дейді. енді түсіндік өзіміздің қатемізді, мен өзімкін түсіндім, бұл өзінікін түсінді, бір жақсы мәмілеге келгендей болдық. Ақерке? Енді одан басқа шынымен де Балауса ханым негізі өз жігітімен сөйлескім келеді ғой. Бірақ ол ондайға жоқ. Сөйлеспейсіздер? Вообще үйде сөйлеспейміз мысалға. Бірақ кеше кәдімгідей мен таң қалдым, өзі звондап, біз 1,5 сағат сөйлестік. Сол кезде енді мақұл мүмкін біз мына жақта ұрсатын шығармыз, бірақ та көбінесе ол біз сөйлеспегендіктен болады да. Себебі біз мына жақта енді ортада бір шешілгендей болады да. Одан кейін шығамыз, мен айтамын ғой, бізде көбінесе әзіл болады, күліп жүреміз, ол нәрсе ұмытылып қалғандай болады да. Бірақ шымын таппайды. Бір кеше байқағаным, сонымен 1,5 сағат бір бұл кісі мені тыңдады, кәдімгідей бірінші рет өмірімде тыңдады, соңына дейін сосын түсіндім, сен мынаны өзгерту керек деп жатсың. Мен сол нәрсеге шынымен де риза болып қалдым. Себебі ішімдегі нәрсе айта алмай жүрген. Болуға тура келеді қарым-қатынастың дамуы үшін. Жас? Енді алдында Нұржанның шырпыр болып жатқан осы әңгіме ғой. Негізі бізде халықта осындай әдемі жұртты көргіміз келеді. Сондықтан Нұржан саған да айтады да, бұл жерде көрсетпей ақ қояйықшы, сол жақта шешіп алайық деген әңгімені. Ал сен бұны басқаша түсінесің Ақерке. Алдында айтайын деген кеттің. Нұржанның айтқысы келетіні, сен былай істеме, олай істемейді, ол ешқашан бұйрық бермейді Ақеркеге. Ол айтады, жанында отырып алады, мен де жанында отырамын ғой. Сен бұл айтпағаның жөн негізі. Сен негізі халыққа жаман көрініп қаласың, лучше былай жеткіз деген сияқты әдемі тәпкілеп Ақеркеге жеткізеді. Соны енді Ақерке түсініп, ары қарай да осылай тәтті әңгімесін айтса, жақсы болар еді деп айтқым келеді. Абылайхан? Саламатсыз ба Балауса ханым? Мен шынымды айтсам, Нұржанға жаныма тиді Балауса ханым. Үйде де өзім ақылымды айтамын негізі бауырыма. Ақеркенен бәріміз біліп қалдық қой қандай екенін. Бірсе былай, бірсе көл, бірсе шөл, бірақ байқұс Нұржанның шашын ағартып кететін болды. Бұл отношениеге жауапты Нұржан ғана. Ақеркеден ондай көрмеймін. Өйткені Ақерке бір рет ажырасып көрді. Оған бір осы жерде бір хайп керек сияқты Ақеркеге. Шынымен өйткені Нұржан алдында дөп басып ашығын айтты. Менімен бірге көшеден шығып кетесің бе, үйленесің бе маған деп. Осы жерде әңгімені бұрмалап отырып алды осы жерде. Мен сырласу бөлмесінде отырып тыңдап отырдым. Маған көрермен сияқты маған бір түсінікті болып тұрды да Ақеркенің әңгімеден қашып жатқаны. Сол ойлаймын, Ақерке үйленуге дайын емес, хайп болып келдің бе? Саған ашығын айтты ғой жігіт, бірге кетейік деп жобадан, сыртта жалғастырайық деп. Ақерке тұрмысқа шығуға дайын емес дейді. Ақерке не деп жауап береді? Бізде қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Саласында одан кейін бұл нәрсе керек емес сияқты. Хайп қуу деген сияқты. Хайп қуатын адам Инстаграмда 135 пост салып, история салып жүретін адамдардың бірін солай айтуға болады. Мына жерде Ақеркеден ондай нәрсені мүлдем көріп тұрған жоқпын.
Историс емес, сторис деші кім, Тима, қанша айтамыз саған? Даңғыра, мен Ақеркені қандай адам екенін біліп, содан кейін мен тоқтаттым. И біріншіден Нұржанның шынымен жақсы көргенін көрдім да. Абылай, рахмет, жаның ашығанына рахмет. Мына жерде Ақеркені түсірудің қажеті жоқ. Ақеркен қандай адам екенін білгеннен кейін мен тоқтаттым деп жатсың ғой мына жерде. Ондай бүкіл халық та біледі, ондай жағдай болмағанын ше. Енді өз сөзіңе өзің қарсы шығып жатсың да, ондай керек емес. Рахмет жаның ашығанына. Жаның ашса, сол кезде жаның ашуың керек еді. Мен қандай жақсы көріп тұрғанымды біліп тұрып, сен таныстыққа сөз салды ғой мысалы. Сол кезде жаның ашу керек. Рахмет, тағы да айтамын, рахмет. Ажырасқан болса, басқа болса, ол үйленуге дайын емес деген әңгіме емес. Иә, ол жерде қатты эмоцияның үстінде отыр. Менікі де дұрыс болмады. Жүр кетіп шығып кетейік деген кезде, енді шығып кетсек бәрібір де мына таныстық тоқтайтын сияқты деген оймен ғана, не хочу мен ондай қаламаймын деген әңгімені ғана айтты деп ойлаймын, болды. Нұржан, екеуінің қарым-қатынастарында жылап қалатын сен ғой. Неге Ақерке жыламайды мысалы? Еркек сияқты болу керек отношенияда. Жоқ, мына жерде жыламайды деп отыр ғой енді баласы ханым, саламатсыз ба, қайырлы күн. Енді мына жақта Ақеркені полный түсінуге болады. Енді Нұржан сол кездегі тарапта айтқаны жүр кеттік қол ұстасамыз да шығып кетеміз деген сондай бір ұсыныс болды да. Бірақ та дәл осы жерде осындай тема болып кәдімгідей ұрысып қырылысып жатқаннан кейін сыртта бұндай болмай ма? Сыртта екеуміз екіге кетіп қалмаймыз ба деген Ақеркен тарапынан сондай бір ой болған сияқты да. И сол себепті де ол жақтан кеткен жоқ. Атак енді Ақеркен өзімен де жаңа сөйлесіп қалған кезде, ну не мен ол жақта тойымды жасап кәдімгідей шығып кеткім келеді деп сондай бір ниеті бар да, ақ ниеті бар баласы ханым. Сол себепті Ақеркен жасағаны полный дұрыс деп ойлаймын. Еңлік. Иә, негізінде менің ойымша, наоборот, ажырасқан адам ол енді бір рет күйген үрлеп шет дейді ғой, сондай болады деп ойлаймын. Сондықтан да Ақерке кішкене сақтанып жүрген сияқты, екінші рет сол жағдай қайталанбаса екен деген сияқты. Бірақ менің сұрағым негізінде осылай сіздерде бірінші рет емес, иә, ұрыс талай рет болды. Талай рет осылай сыртта өздеріңіз татуласып аласыздар да, келіп күліп отырасыздар, дым болмағандай да. Енді сол мәселелеріңізді шешіп алыпсыздар. Бірақ осы нәрселер не үшін қайта қайталана береді, одно и то же да? Вот сіздер бір рет шешесіздер, бір рет ұрсасыздар, қайтадан сол нәрсе одно и то же қайталана береді. Енді, например, сіздер отбасы болған кезде ол екінші рет ажырасуға апармай ма? Жоқ, енді опыты бар қатысушы ретінде саған сұрақ қояйыншы, қандай кеңес бересің осыны тоқтатуға? Бұндай нәрсе қайталана бермеуіне. Нұржан, ол сенің отношенияң ғой, менің не қатысым бар бұл жерге? Енді сізден сырттан ыңғайсыз көрініп отыр ғой, ол нәрсе сырттан ыңғайсыз көрініп отыр. Көрермен ретінде деп айтайыншы, қандай кеңес бересіз бізге? Көрермен ретінде мен сіздерге кеңесім бір-біріңізді тыңдауларыңыз керек та. Өйткені Ақеркеде мінездандай Алматының погодасы сияқты ғой, негізінде бірде былай деген сияқты. Соған ер азамат кішкене шыдап көне білу керек деп ойлаймын мен. Баласы Ақерке, тыңдадыңыз ғой осы әңгімені. Мен де осы әңгімені де айтамын, негізі көп нәрсе кішкентай нәрселер шығара бермейікші. Өйстіп көрерменнің ойы өйстіп қалыптасып қалады деген нәрсе мен айтамын негізі. Мен сені айтып алайын, иә. Мен сені бір рамкаға тығу үшін емес, мен сені бір қысу үшін емес, осындай ой қалыптасып қалмасын деген оймен таза ниетпен ғана айтатын едім да. Қара, ендікті жатқаны сендер всегда ұрсасыңдар деп жатыр да. Не үшін ол нәрсе тоқталмай жатыр? Енді мен жаңа айтып кеттім ғой, жаңа кезде біз көп жағдайда сөйлеспейміз. Мысалға, ашық нәрсе болады ғой, мысалы менің ренішім, иә, ол Нұржан үшін болмашы нәрсе болып көрінеді. Кәдімгідей ұсақ-түйек нәрсе, сол үшін сүйкімсіз боламыз деген сияқты. Бірақ қыз баласы мүмкін түсінетін шығар. Ол нәрсе менде мысалға бір рет тыңдай алмай қалды ма, ішімде қалып қойды ма, ол өсе береді, өрбей береді. Ол наоборот жабылып қалмайды. Одан сайын бір кәдімгідей бір проблемаға айналады да. И және де мен Нұржанға да айттым, мүмкін бізге шынымен де осы ашық сөйлесе алу керек деген сияқты. Оның тарапынан осындай болды. Мен сөйлесе алмаймын олай. Мен олай кетіп қаламын немесе жындаламын, эмоцияға берілемін деген сияқты. Бірақ кеше сәл де болсын сен жақтан сондай бір компромисқа келу, сөйлесу, адамды тыңдау деген сияқты нәрсені мен көрдім. И мүмкін осыдан кейін болмайтын шығар деген менде үміт тұр, шынымен де бір үлкен үміт тұр. Бір-бірімізді біз мысалға екеуміз сыртта шеше алмайтындықтан, сөйлеспейтіндіктен екеуміз. Сондықтан да біз ол нәрсені мына жерге алып келеміз. Сосын мен шыдай алмаймын да, мен эмоциям шығады, сосын біз ұрысамыз. Бірақ қазірдің өзінде сен осындай ұсақ-түйектерді шығармайық дегенім мысалы маған ұнамайды. Баласы ханым шыда дегенсің болды ма? Күнде 1,5 сағат уақытымды бір 11 мен 12:30 арасында бөліп тұратын болдым. Телефонмен сөйлесуге ғана олай. Негізінде көп мәселенің түйіні шешімі сөйлесу. Жай ғана отыру сөйлесу, бірақ ең қиыны да сол болып тұрған секілді. Баласы ханым қайырлы күн баршаңызға. Негізі жаңа мен Абылайдың сөзін тақап кеттім да. Абылай сен жақтан енді бір оскорбление болды ма, не болды деймін да. Өтірік мақтап отырып жамандап кеттің. Енді бір жағынан Абылай да дұрыс қой, енді өйткені балшыны алыстан таниды дейді ғой. Сол сияқты өзіндегі бар нәрсені біреуге внушать етіп жатыр деп ойлаймын да. Ал мына қарым-қатынасқа келетін болсақ, бұлардың арасында бір-бірін тыңдай алу деген нәрсе жоқ деген нәрсеге сенбеймін. Бар. Просто мен мына жерде не көріп отырмын, бұлардың арасында қарым-қатынас менің ойымша Ақерке жақтан Нұржаннан көп нәрсе күтетін сияқтысың да Ақерке. Мысалға жаңағындай еркек болып ответственность алсын, алдағы уақытта мен кейбір проблемаларым шешуіне көмек берсін деген сияқты. Бір жағынан сен қазір осы мәселені шешу үшін сен немесе түсінуің керек, қазір Нұржанда басқа возможность жоқ. Мына жерде қазір азан кешке ішінде отырғаннан кейін басқа жұмыс жасауға возможность жоқ. Либо Нұржан жобадан шығып жұмыс жасау керек, либо сен соны түсініп күтуің керек те, жоба біткеннен кейін барып жұмыс жасап, главный перспектива бар болса, главный желаниесі болса, алдағы уақытта оның барлығы шешіледі деген ойдамын. Ғалымжан. Қайырлы күн, баласы ханым, қалайсыздар? Кеше Нұржанның керемет сөздері бар еді ғой, маған айтқан. Ойбай, қыздың айтқанын шамай қалдың, беттің, сөйттің, ой, өкше қыл деп. Нұржан, енді өзің айтып жатқан сөздеріңе қарасам, сен өзің сондай болып отырсың да. Негізі нақты қай сөзіне шыға алмай, қай сөзінің ығына жығылып отырмын. Сен айтқанын тыңдап, мысалы Ақеркен, мен сені сыртта да білемін, дұрыс, мен не істеймін енді, қалай істесем болады деп. Уже жақсы білесің ғой. Ондай әңгіме. Қой Нұржан, білемін ғой сені. Ондай әңгіме айтпақ қою керек. Ешқашан қыздың ығына жығылмаған. Былай істеме ақ қой, былай істеме деп қана айтатын жарым. Ешқашан ойбай. Ол сонда жылап құтылып кету керек болсаң да. Дұрыс емес қой, жыламау керек қой. Өзің жігітсің көрсетуің керексің да. Негізі ше Нұржан мынандай әңгімелерді бар ғой, жан-жақтан әлі мың түрлісін айтады ше. Айта берсін, қалай берсін. Ең бастысы сен өзің қай нәрсені дұрыс деп шешіп тұрсың, қай жердің қателіктеріңді өзің көріп тұрсың, соларды ұстанып алға қарай ұмтыла бер дегім келеді. Мынау айтады ғой, шын мықты болсаң, жауыңды да сағындыр, үріп жатқан иттерді тастақтырмай бағындыр дейді да. Жан-жақта қанша болатын әңгімелердің бәрін жай бүйтіп жақсы жағынан өткізіп жіберсең, өзің де спокойно, өмірің де спокойно болады. Тек осылай тәтті әңгімелерді айтып жүре берсең. Ол айтылады шынымен баласы ханым. Главный ең бастысы сен менің өмірімде көп болып кеттің деген әңгімені естіп отқан жоқпын қыздың тарапынан мен. Болды, сол ғана жеткілікті маған. Ары қарай өзім реттеп аламын қалған бәрін. Иә, осы
екі жұптан біз енді көп нәрсе күтіп отырмыз ғой, болашақта үйленеді деген сияқты. Осы жерде жұп болып жүр енді. Жап-жақсы екеуі ұрыспай жүрсе біз де жақсы осында уайымдамай бір күшті болып отырамыз. Негізі бұлар бір-бірін өзгертуге тырысады негізі. Негізі Ақерке Нұржанға өзгер дейді, Нұржан Ақеркеге өзгер дейді. Негізінде бір-бірін өзгертіп керек емес. Қалай бар, солай қабылдау керек та бір-бірін. Содан кейін Ақеркенің жағынан көбінесе бір болмайтын нәрсеге, өткенде айттым ғой, болмайтын нәрсеге бір ұрыс, болмайтын нәрсеге бір ренжіп қалуы, сондай нәрсе болады. Негізі Ақеркенде құжатпен де сырт келбетімен де бір үлкен қыз сияқты болғанмен, меніңше ішкі жан дүниесі бұның әлі кішкентай қыз болып қалып қалған да. Солай өспей қалған, қалып қалған сөйтіп ше. Өйткені бүйтіп байқаймыз да, бір қарасаң күліп мәз болып отырады да, бір қарасаң жылайды. Жылағаннан кейін 5 минут 10 минут өтпей жатып қарасаң күліп отырады. Бәрін ұмытып кетеді мысалы ше. Сондықтан да тек өздерімен ғана жұмыс істеңдер деп ойлаймын да мен. Әркім өзімен жұмыс істеу. Ақерке өзіңмен, Нұржан өзіңмен. Бір-біріңді ешқашан өзгертіп керек иә емес. енді жаңа айтып жатыр ғой баласы ханым Ғалымжан, енді жылап сөйтіп түсіндіре ма деген сияқты айтып жатыр ғой. Иә Нұржан айтып жатыр ғой, иә деген жауап болды да Нұржан тарапынан. Дұрыс. Қыз баласы ханым еркекке не еркелеп немесе жылап сөйтіп түсіндіру керек та. Ал ер балаға төске шауып бетіне шапса, ол біз еркек адамдар никогда түсінбейміз. И менде бір мынандай нәрсе да, өздерін жаңа айтып жатыр ғой, жұмыс істеңдер деген сияқты өз-өздерімен. И сендер де өз-өздеріне сұрақ қойыңдар да, біз бұл отношение бізді төменге қарай түсіріп жатыр ма, немесе біз өсіп жатырық па деген сияқты сондай бір сұрақ қойып сол нәрсемен жұмыс істесеңдер. Енді психолог дейді ғой қазіргі таңда бар ғой баласы хан, ол андай қызымен немесе жігітімен бару ол бір жат нәрсе емес деп ойлаймын да. И сол себепті сондай бір мамандарға да барып сәл сөйлессеңдер күшті болады деп ойлаймын. Сандуғаш. Қайырлы күн, баласы қайырлы күн. Нұржан Ақеркен айтып отыр ғой, енді өздерің сыртта татуласып алып бірге жүресіңдер деп. Бұлардың просто көрініп қалады да, өте эмоционалды жұптарымыздың бірі ғой. Бұлар татуласса да, ұрысса да сразу көзге көрініп қала береді. Қалай бар, солай бір-бірлерін қабылдады, таза бір-бірін тапты деп ойлаймын. Бір-біріңізді қабылдағаннан кейін бақытты болыңыздар деп енді тілеймін. Өз-өздеріңізді қабылдаңыздар. Молодец, Сандуғаш. Бір күшті бірдеңе айта ма десем, күтіп отырмын. Жаңа кім Ғалымжанның сөзіне қалып кеттім да, енді жаңағыдай Нұржанды не деп жатыр да? Жаңа өкшек қолы анау деп. Жоқ, ондай емес. Соңғы кезде Нұржанға наоборот мен ырза болып жүрмін бар ғой. Наоборот, осы направление беріп жүрген қазір жаңағыдай Ақеркені сөйтіп жүрген, тоқтайтын кезде тоқтатады, жіберетін кезде жібереді бар ғой. Неге десеңіз, соңғы эфирде мен прям ырза болдым да. Жаңағыдай кетесің ба, менімен бірге кет деген ол орынды деп ойлаймын. Енді Ақеркеге проверка болды. Бір жағынан бірге тұрып кете салса да бір болатын еді деймін да сол кезде. И Ақеркенің Нұржан тағы бір қателігі бар, осы жерде сонымен жұмыс істесең өте күшті болатын еді. Ол қандай қателік деп ойласам, осы жерде сөздің байыбына бармай жатып, көзін жеткізбей жатып, адамның жаңағыдай бір жанды жеріне сөз тигізеді бар ғой. Енді осы жерде Нұрдәулетке білеміз ғой, сен не үшін ажырасқаныңды деп айтады да мысалы. А бірақ бізде де айта салсақ болады да оған. Ей Ақерке, бізде сенің Ол қарастырамыз оны. Бізде сенің сол мәселемен айналысамын мен. Жоқ, Димаш қоя тұрасыз ба шамал? Не болып жатыр? Айжан қазір асықпай айтып бересіз, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.